Я могу видео показать, как человек умирает. Это страшно. А как собака умирает, вы видели? А вы человека видели, как умирает? Вы видели? Я видела. Я сама умираю. Қаңғыбас иттерді қолдаушылар қорлықпен аулауға қарсымыз, адамдарда аяушылық сезімі азайды деп дабыл қақты. Ал екінші тарап балаларды қапқан бұралқыларға мейірім мен махаббат танытатын уақыт емес деп наразы. Мен итті құптамаймын. Жет қазынан бір таз деп білейік болды. Ит адам дос шығар, бірақ итке сенім жоқ. Иттің бәрі бірдей қарамаңыздар. Ақтөбедегі жағдай не болды? Ана апаның баласы немересін алып тастаған. Керек пе сіздерге сол? Еске салсақ, былтыр жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң қабылданып, биыл наурызда күшіне енген. Заң аясында атқарылатын 14 құқықтық қағиданың екеуі ел талқысынан кейін жергілікті мәслихатта бекітіледі. Бірінші қағида жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандыру болса, екіншісі үй жануарларын серуендету туралы. Осы бойынша облыс әкімдігі ауланған иттерді кестіру мен залалсыздандыруға қатысты ел пікірін тыңдады. Тіпті төрт аяқтылар үшін төбелес болып кетпесін деп қорықты ма, әйтеуір тәртіп сақшыларын да топырлатып әкелді. В какой бы я стране, я много где была, и я видела, что действительно животные спокойно ходят между жителей. Пікірталаста Астанадағы министрліктен келген мейман бұралқыларды кестіру керек, сонда қоғамға қаупі азаяды деді. Енді піштірілген не болғаннан кейін, оның несі, не дейді, жаңа қауіпсіздігі төмендейді ғой, бәрібір. Көрдіңіз ба? Жаңағы, енді мен ветеринар емеспін, әрине. Жаңа яичниктерін алып тастағаннан кейін, ол ары қарай дамуға да, өздерінің ұрықтарын алуға да. Сіз күлдіңіз ғой. Алайда итті қорғаған азаматтар кестіру жануарларға жасалған жаугершілік деді. Бұл жауыздық олардың санын сиретеді деп санайды. Жиынға итінің өлімі бұрынғы өңір басшысы Сапарбаевтың өзін селт еткізген атақты Персиктің де есі қатысты. Ол итіне жасалған қастандықты қатты сынап, кадрларын көрсетті. Оны көрген ит жанашырлары жанарына жас алды. Вот даже показывали, я плакала. Я все равно сколько, вообще я хочу привести слова, которые написаны в Коране. Сегодня ты нальешь собаке воды, завтра Аллах спасет твоих детей. Я задала конкретный вопрос. Хорошо, я могу сказать. Итке қатысты дауласқан жиын 2,5 сағатқа созылды. Жамбыл облыстық ветеринариялық басқармасы әзірге бұл мақсатқа шамамен 52 миллион қаржы керек деп есептепті. Сұралатын соманың нақты мөлшері облыстық бюджеттік комиссия бекіткен соң белгілі болмақ. 50 миллион төңірегі деп отырғаным, оның ішінде стерилизация да бар, оның ішінде кастрация да бар, оның ішінде бірдейлендіру де бар, оның ішінде вакцинациялау да бар, оның ішінде сырғалау да бар. Содан кейін қайтадан ауланған жерге ортаға қайтадан жіберу. Белсенділер ортақ шешімге келе алмағандықтан тағы да қоғамдық тыңдау өткізуі мүмкін. Айта кетейік, жыл басынан бері Таразда 2172 адамды ит тістеген. Олардың тең жартысы 14 жасқа толмағандар. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.